Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз Scratch платформасындағы зерттеу терезесі туралы шолу жасайтын боламыз. Ең бірінші басты бетке ораламыз. Осы жақта алдыңғы сабақта видеода көрсетілгендей жасау деген терезе орналасқан. Соның қасындағы зерттеу деген басамыз. Бұл бөлімде не орналасқан? Бұл терезелерде не бар? Бұл зерттеу бөлімінде сіздерге осы платформада жұмыс жасайтын қолданушылардың жобалары, және де бірнеше қолданушылардың студия құрастырса, сол студияларда орналасқан жобалар туралы көре аласыздар. Және де сіздер өздеріңізге ұнайтын тақырып бойынша, немесе тег деп айтамыз ғой, тег бойынша, бөлімдер бойынша өздеріңіз бөліп көре аласыздар. Мысалға, оқулықтар деген тақырып ұнады. Оқулықтарға байланысты трендтік немесе атақты, немесе соңғы құрастырылған жобаларды көре аласыздар. Атақты дегенге қойып көрейік. Атақты жобалар осылар. Осының ішінде, мысалға, біреусін көрейік. Тағы да жүктеу. Тағы да жүктеу. Мынаны көремік. Бұл жобалардың түрлері болатын болса, студияларды да көре аласыздар. Студиялар дегенде осы, мысалға, мынаның ішінде мына студиялардың атаулары. Осы студиялардың атауларының арасында біреусінің ішіне қарай көрсек, сол студияның жасаған жобалары орналасқан. Міне, көріп отырсаңыздар. Тағы да жүктеу батырмасы арқылы баса аламыз. Жалпы бұл видеода 100-ден аса жоба бар. Және де комментарийлар бар, кураторларды да көруге болады. Мысалға, мынаның барлығы кураторлар, менеджерлер орналасқан. Жаңа атап өткендей, бір студияда бірнеше қолданушы жұмыс жасай алады. Ең соңында кім қандай қызмет, яғни не істегендігін көре аласыздар. Мысалға, Qtboard деген қолданушы ShapeShooter деген жобаны қосқан. Бұдан бөлек сіз өздеріңізге ұнайтын студияларға тіркеле аласыз. Яғни солардың жұмыстарын постоянно көріп, немесе қалып кетпес үшін Follow Studio деген батырманы бассаңыздар, осы студияның жасаған жобаларының барлығы сіздерге көрсетіліп отыратын болады. Жаңағы ашқан жобамызды ары қарай жалғастыратын болсақ, міне, осы жобаны көрсеңіздер, міне, Play батырмасын басасыздар. Кәдімгі ойын ретінде құрастырылған. Көріп отырсаңыздар. Үлкен қылып істеуге болады. Бұл деген оқушыларға өте қызықты. Студияға қосылу. Әртүрлі қандай бір нелер орналасқан. Комментарийларды оқуға болады. Осылай ойында көруге болады. Кодтарды да көре аласыздар. Кодты міне осылай ішін көру деген батырманы басу арқылы әр кодтың өзінің қалай жасалғандығын көруге болады. Және бұның бір жақсы мұғалімге жақсы жері, оқушыға өздеріңіз мына ойынды қалай құрастыруға болатындығын, және де ол ойынды құрастырған кезде әр іс-әрекетке жеке-жеке талдау жұмыс жасай алуға мүмкіндік береді. Осылай бүгін біз зерттеу терезесі туралы көрсетілді. Келесі жолы идеялар терезесі туралы көрсететін боламын. Сау болыңыздар.